Менің ақылды қызым екеуміз бүгін қандай сабақ оқып отырмыз? Жаратылыстану. Жаратылыстану. Ал, давай. Жануарлардың тіршілік ету жағдайының өзгеруіне климат, күн райы әсер етеді. Мысалы, ұзақ уақыт жаңбыр жаумай, күн ысып кетсе. Сосын, ал қар мен мұз күрт ерісе су тасқыны болады. Егер қыста мысалы, қыста күн қатысып кетсе, күн ысып кетсе, мысалы, көктем ерте шықса қыста, көктем ерте шығып кетсе, қыстан бұрын қардың бәрі ерейді да, мынау тау ғой, таудағы қардың бәрі ерейді да, мына аяқтың бәрі су басады, көрдің бе? Ал аяқта мына астында қасқыр бар. Қасқырдың күшіктері бар. Аю бар, аюдың қонжықтары бар, қоян бар, қоянның балалары бар. Мысалы, көрдің бе? Сондайлардың бәрі індеріне, ойларын үйлеріне су өтпесе не болады? Соншығып қақалып өледі, көрдің бе? Сол үшін соның бәрін кім реттеп отырады? Кім реттеп отырады соның бәрін? Көрдің бе? Ауа райының бәрін қарап қадағалап тұратын кім? Алла тағала, көрдің бе? Көрдің бе? Мен сол үшін айтамын сендерге. Әркім өз орнында біліңдер. Қыз болсаңыз өгірме, ақылды, тәртіпті, иманды, пысық, сұлу қыз болып өсіп. Сендердің маған берген соң, мен сендерге дұрыстап қарау менің парызым. Негізі Алла тағала айтқан білесің бе? Кімде 3 қызы болса дейді. Кімнің 3 қызы болса дейді. Сол адам, сол 3 қызына дұрыс тәрбие беріп, иманды салиқалы етіп, дұрыс тәрбие беріп, өсіріп, тұрмысқа шығарса дейді. Тұрмысқа деген білесің бе? Білем. Не ол? Үйлену. Күйеуіне табыстаса дейді. Сол адам жәннаттық болады дейді. Жәннат деген не білесің бе? Жәннат деген ол не? Бірақ сіз ұйықтап отырған кезде анандай бір нәрселерді тыңдайсыз ғой, иә? Сол жақта жәннат деп естідім. Енді жәннат деген ол осы жерге адам келген соң дүниеге, нағыз мұсылманның целі, мақсаты жәннат болу керек, түсіндің бе? Жәннат деген ол қай жерде білесің бе? Ол ананың табанында. Ананың табанында деген не ол білесің бе? Мамаңа сөз қайтармай, мама саған разы болса, сол кезде сенде жәннат болады. А қыздардың ол ұлдарға ол. А қыздардың жәннаты не білесің бе? Қыздардың жәннаты саған ата-анаң разы болу керек. Сосын үйленген соң тұрмысқа шыққанша дейін ата-анаң разы болу керек. Тұрмысқа шыққан соң саған кім разы болу керек білесің бе? Алла тағала. Күйеуің разы болу керек, Алла тағала да разы болу керек. Күйеуің разы болу керек деген қалай? Сен ертең тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуің тілін алып, күйеуіңе поддержка беріп, күйеуіңмен жақсы қарым-қатынаста болу керексің. Түсіндің бе? Түсіндің бе? Мен ертең Алла бұйырса сендердің тойларың болады ғой. Сол кезде сен күйеуіңе айтамын. Бауырым, менің қызыма дұрыстап қара. Мен ақылды қыз деп өсірдім. Алла тағала берген соң дұрыстап қарадым. Енді саған табыстаймын мен осы қызды. Сен дұрыстап қара сол қызға деп айтамын,